Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында және тез, өте дәмді болып шығатын салаттың рецептімен бөлісемін достар. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге қажет ингредиенттермен бөлісіп өтейін. Бізге тұздалған қияр және де жұмыртқа және де жүгері, тауық еті мен тек қана еті ғана керек, және де шұжық қажет болады. Барлық ингредиенттерімізді ұзынша етіп турап аламыз достар. Өйткені ұзынша бізде салаттың керемет сәнін дәмін де келтіріп тұрады достар. Қараңыздар, барлығы осылай әдемі болып көрінеді, біркелкі болып, және де бір өзгеше болып тұрады достар. Неге барлығын осылай табаға салып аламыз. Енді біз қиярларымызды да дәл солай турап алыңыздар достар. Бізде қиярларымызды осылай жанынан қиғаштап, осылай турауларыңызға болады достар. Ендігі кезек бізде жұмыртқаларымыз, жұмыртқаның ішіндегі сары бөлігін оның бетіне әсемдік үшін алып аламыз, ал қалғанын осылай турап алыңыздар. Ендігі кезек бізде тауық еттерін де дәл солай турап аламыз. Енді біз оның үстіне салатовый лист, яғни жапырақ, көк жапырақтарды да турап салып жүреміз. Өйткені ол бізде сәнін келтіріп, де дәмін келтіріп те тұратын болады достар. Бізде бір керемет өзгеше болып, осылардың барлығын қоссаңыздар, өзгеше бір керемет дәмді салат шығады достар. Сондықтан да кеңес беремін жасап дайындап көрулеріңізге. Ортасынан екі бөлікке бөліп, осылай мынаны ұзынша етіп турау қажет емес. Өздеріңіз қалайша турағыларыңыз келеді, дәл солай турауларыңызға болады достар. Енді біз жапырақтарымызды салып, оның үстіне жүгері, яғни кукурузамызды саламыз достар. Кукурузамыз бізде дәмін келтіріп тұрады, кәдімгідей өте дәмді болып, сочный етіп тұратын ингредиенттердің бірі. Енді оның үстіне майонез қосып, жақсылап араластырып аламыз. Неге достар, қараңыздар, барлығын жақсылап араластырып алдым. Өте керемет дәмді салат болып шықты. Енді оны әсемдік үшін астына осылай салатовый лист қойсаңыздар да болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады.